Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Мен жаңа сіздерге жіберген бойынша бізде мына Амирова Тоғжан деген оқушы А сыныбында бірінші және екінші тоқсан ол оқушы оқыды. А сыныбында екінші жарты жылдықтан бастап ол оқушы 10-шы Ә сыныпта оқыды. Енді мына жерде байқап тұрғандарыңыздай бірінші, екінші тоқсан ол сызықша болып тұр. Және үшінші, төртінші тоқсан ол Ә сыныбында оқығандықтан оның бағалары шығып тұр. Енді қараңыздар, мына жерде назар аударып қарасаңыздар, бір пәндікі шыққан жылдық бағасы, бір пәндікі жылдық бағасы шықпаған. Бұл неде деп ойлайсыздар? Мен сіздерге айта кетейін. Мына биология пәнінде жылдық бағасы шыққан. Өйткені ол пәннің жаңа мұғалімі А сыныбында қойған БЖБ-сы мен ТЖБ балдық жүйесін қою арқылы оның бағасын шығарды. Бірақ мына жерде бағасы кезеңде көрсетілмеген. Ол кезең тек 10-шы А сыныпта ғана көрсетіледі. Ол жай ғана балдық жүйесін қойды, жылдық бағасын шығару үшін ғана. Мына сіздерге көрсетейін. Қазір журналды ашсам, суммативті бағасын. Міне биологиядан 10-шы Ә сынып. Мына жерге Амирова Тоғжанның бірінші тоқсан және екінші тоқсан бағасын қойды. Нәтижесінде оның жылдық бағасы шықты. Сол үшін мына сыныптан келесі сыныпқа өткен кейін, өзіміздің мектепте болған екен электронды журналдан оның бағасын көре аласыздар және өз сол сыныбыңызда соны қойып, нәтижесін, жылдық бағасын шығару алсаңыздар болады. Ал енді сырттан келген оқушыныкін жаңағыдай сырттан алдырасыздар. Жылдық бағасы шығу үшін.